Армысыз ағайын, соңғы жаңалықтардың мәліметінше 2022 жылдың 21 мамыр күні Шымкент қаласында аурухананы қажетті препараттармен қамтамасыз ететін дәріханада жарылыс болғаны белгілі. Қалалық төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше өрт туралы хабарлама күндізгі сағат 11:36-да түскен. Өрт сөндірушілер жеткен кезде жарылыс салдарынан Межгоспиталь 138 дәріхана жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты 2 қабатты жеке тұрғын үйден өрт шыққаны анықталған. Ғимараттың жалпы ауданы 360 шаршы метрді құраған. Қабырғалары кірпіштен, шатыры гофр картонмен қапталған. Жарылыс салдарынан 130 шаршы метр аумақтағы ғимарат ішінара опырылып, 5 қабатты тұрғын үйдің жанындағы пәтердің балконы мен терезелері 7 автокөлік зақымданған еді. Жалынды ауыздықтауға өрт қызметкерлері және 9 бірлік жұмылдырылған. Өрт сағат 12-лер шамасында сөндірілді. Оқиға орнына сондай-ақ Шымкент қаласы полиция департаменті басшылығымен жедел тергеу тобы шыққан. Жарылыс болған аурухана аралық дәріхана ғимаратының толық жойылғаны анықталған болатын. Онда тұзды ерітіндіні өндірілетіні анықталды. Жарылыс нәтижесінде пайда болған өртті төтенше жағдай департаменті қызметкерлері толығымен сөндірген. Алдын ала мәліметтер бойынша жарылыстың себебі газдың жиналуынан болған. Әлеуметтік желілерде тараған бейнежазбаларда сол ғимараттардың маңында тұрған көліктерге зақым келгені түсірілген. Сондай-ақ жарақат алған адамдарды алып кетіп бара жатқанын көруге болады. Бүгінде сол жарылыстан зақымданған үй қалпына келтіру жұмыстары басталды. Фармсинтез жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен BI Group құрылыс компаниясы арасындағы келісім бойынша әзірге Сасбұқаев бойында орналасқан номер 32 А үйдің шатырына 400 квадрат метр жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Сонымен бірге жарылыстың салдарынан болған үйінділер тазартылып, құрылыс қалдықтары шығарылды. Газ беру жолы қалпына келтіріліп, барлық пәтерлер мен коммерциялық нысандарға көгілдір отын берілді. Жарылыс салдарынан 130 шаршы метр аумақтағы ғимараттың ішінара құлауы орын алды. Сондай-ақ 5 қабатты тұрғын үйдегі 11 пәтердің терезесі мен сол пәтерлердің бірнешеуі ішкі және сыртқы қабырғаларына бір гаражға зақым келген. Бұдан бөлек 11 жеңіл автокөліктің терезелері сынған. Пәтерлерді тексеріп, залалды бағалау жұмыстары жүргізілді деп хабарлайды Шымкент ресми парақшасында.